балалар, бүгін біз өте керемет зерттеу жұмысын жүргізетін боламыз, иә? Біздің зерттеу жұмысымыздың тақырыбы көзге көрінбейтін микробтар деп аталады, иә? Микробтар қай жерде болады, балалар? Далада, құмның арасында болады, иә? Микробтар әртүрлі, неше түрлі заттарды ұстағанда қолымызға микробтар жұғады. Біз ол микробтарды қалай кетіреміз? Сумен жуу арқылы кетіреміз, иә? Біз қай кезде жуамыз қолымызды? Айтыңызшы, қанекей. Қай кезде жуамыз қолымызды? Даладан ойнап келгенде. Иә, даладан ойнап келгенде. Сосын тамақ ішіп болған соң өте дұрыс айтасыңдар, иә? Қазір біз осы көзге көрінбейтін микробтар туралы керемет зерттеу жұмысын жүргізетін боламыз. Ол үшін бізге не керек? Танысалар, иә? Ол үшін бізге мынадай ыдыс жуғыш, жұмсақ ысқыш керек, иә? Бұны біз сабын ретінде қолданатын боламыз. Және де бұрыш, және сұйық сабын. Сұйық сабынды да біз микробтарды кетіру үшін қолданатын боламыз. Негізгі біздің құралымыз мінекей алдымыздағы тұрған су, иә? Және де бұл біздің қолымыздың суреті, иә? Не бар қолымызда, қарашы? Микробтар бар екен, иә? Ең бірінші көзге көрінбейтін микробтарды қалай білеміз, иә? Соны білу үшін біз бірінші зерттеу жұмысын бастаймыз. Мінекей алдымызда суды аламыз. Міне мынау біздің неміз? Қарақшы. Қолымыз ұстаймыз, мінекей. Қолымызды, ал даладан келдік, қолымызды жуамыз, иә? Ол үшін бұны суға саламыз. Қанекей, салайық. Салын. Райымбек салалы. Қолдың ішіне не пайда болды? Не ол? Микробтар. Жаңа біз қолымызды былай қараған кезде микробтар жоқ болды, иә? Енді суға салған кезде микробтар көзімізге көрініп тұр, иә? Сол үшін қолымызды міндетті түрде жууымыз керек даладан келгеннен кейін. Осы микробтарды қалай кетіреміз? Көрейікші. Міне, мынау менің алдымдағы ыдыстағы біздің суретте қолымыз, иә? Енді осыған бірінші су құямыз. Микробтарды қазір сабынмен кетіретін боламыз. Су құямыз. Енді осы біздің қолымызға микробтарды жібереміз. Микробтар, иә? Енді біз осы микробтарды кетіру үшін не пайдаланамыз? Сұйық сабын. Енді мынаған саламыз. Салайықшы. Бұлғын. Міне, қараймыз. Сабын тиген кезде микробтар қашады екен, иә? Сонда микробтар сабыннан қорқады, иә? Біз сондықтан міндетті түрде қолымызды сабынмен жууымыз керек. Мынау біздің қолымыз, иә? Қарақшы, біздің қолымызда не бар? Микробтар. Микробтарды енді біз немен кетіреміз? Қане, алайықшы, нені аламыз? Сабын, иә? Сабынды аламыз. Қанекей, сабынды суға маламыз. Енді микробтарды кетіреміз, иә? Сүртеміз микробтарды. Біздің микробтарымыз не істеді сабынмен жуған соң? Кетті, иә? Кетіп қалып қолымыз тап-таза болды. Көрсетейікші қолымызды. Қайсы? Көрсетеміз. Иә, қолымыз мінекей тап-таза болды, иә? Көрінді ме, балалар? Біз сонда міндетті түрде не істеуіміз керек? Қолымызды жууымыз керек, иә? Қолымызда неше түрлі не болады? Микробтар болады екен. Олар көзге көрінбейді, иә? Сол үшін біз эксперимент зерттеу жұмысы түсінікті болды ма? Жарайсыңдар балалар, сендерге көп рахмет. Осымен зерттеу жұмысымыз аяқталды, иә?